Сәлем достар, бүгін мен өз асханамда кез келген қыз дайындай алатын пирогтың жасалу жолын көрсеткім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға қантымызды және де ерітілген сары майымызды қосып, пирогтың хош иісі шығып тұру үшін ванилин қосамыз және де ванилинмен бірге кішкене тұз қосатын боламыз. Тұзды көп қоспаймыз. Міне осы қоспамызды миксермен бір келкі болғанша 2-3 минут араластыратын боламыз. Миксерлеп алғаннан кейін 3 жұмыртқамызды қосамыз және де творогымызды қосамыз, яғни сүзбе. Міне осыны бір келкі болғанша бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін миксерге салатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 15 грамм разрыхлитель, яғни қамыр қобыстықшымыз салып, оны да араластырып алатын боламыз. Одан кейін ең соңында ұнымызды саламыз. Мен ұнның бәрін бірден салып жібердім. Егер сіз ұнды бөліп електен өткізіп салсаңыз, коржыңыз, пирогыңыз бұдан да биік болып шығатын болады. Жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Және де өз қалауыңызша жаңғақ, изюм қоссаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 20 диаметрлі формаға салып, бетін тегістеп алып, 180 градуста қысып тұрған пеште 40-50 минут бойы пісіріп аламыз. Достар, міне біздің пирогымыз осымен пісіп шықты. Менімен бірге болып дайындағандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.